Сәлеметсіздер ме 8 сынып оқушылары? Физика сабағына қош келдіңіздер. Сабақтың тақырыбы тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Оқулықтарыңыздан 104-ші бетті ашамыз. Сабақтың мақсаты: тізбек бөлігі үшін Ом заңын есептер шығаруда қолдану. Білім алушылар кедергі, кернеу және ток күшінің байланысын біледі. Тізбек бөлігі үшін Ом заңын графиктік және сандық есептерді қолданады. Ом заңының ток күшінің кедергінің формуласын есептер шығаруда қолданады. Енді оқушылар, сіздердің алдарыңызда бағалау парағы берілді. Әрбір тапсырмаларды дескриптері бойынша өздеріңіз бағалап отырасыздар. Бірінші тапсырма: сұрақтар арқылы өткенді қайталау. Дұрыс жауап 1 балл. Бірінші сұрақ: ток күші деп нені айтады, ол нені сипаттайды? Жарайсың. Екінші сұрақ: ток күші кернеуден қалай тәуелді? Ток күші басқа қандай шамаға тәуелді болады? Өте жақсы. Үшінші сұрақ: электр кернеуі деп нені айтады? Электр кернеуінің өлшем бірлігі. Жақсы. Төртінші сұрақ: электр тоғы дегеніміз не? Өте жақсы. Бесінші сұрақ: электр тізбегіне амперметр мен вольтметр қалай жалғанады? Жарайсыңдар. Негізгі идеяға тоқталсақ, ток күшінің кернеу мен кедергіге тәуелділік заңын 1827 жылы неміс физигі Георг Ом ашты. Ом заңы былай тұжырымдалады: тізбектің бөлігіндегі ток күші осы бөліктің ұштарындағы кернеуге тура пропорционалда, өткізгіштің кедергісіне кері пропорционал. Тізбек бойымен өтетін тоққа өткізгіштің кедергі жасау қасиетін сипаттайтын шаманы кедергі деп атайды. Кедергіні әрпімен белгілейміз. Халықаралық бірліктер жүйесінде кедергінің өлшем бірлігі Оммен өрнектеледі. Енді формуласына тоқталсақ, ток күші тең болады кернеу бөлінген кедергіге, яғни И тең У бөлінген Р'ге. Өлшем бірліктер жүйесінде 1 Ом тең 1 вольт бөлінген 1 амперге. Егерде осы формуладан кедергіні тапсақ, У бөлінген И болады. Өткен жаңа тақырып бойынша бір мысалды қарастырайық. Мысалы, тізбек бөлігіндегі ток күші 10 ампер, кернеу 12 вольт. Тізбек бөлігіндегі кедергіні табыңдар. Берілгенін жазамыз. И тең 10 ампер, У тең 12 вольт. Кедергі сұрақ. Шешуі: бүгінгі өткен Ом заңының формуласын жазамыз. И тең У бөлінген R. Осыдан белгісі шама R'ді тапсақ, R тең У бөлінген Иге. Сан мәндерін орнына қоямыз. R тең 12 вольт бөлінген 10 амперге, яғни 1,2 Ом. Жауабы 1,2 Ом. Екінші тапсырма: деңгейлік есептер шығару. Бірінші есеп: кернеу 220 вольт, ток күші 0,25 ампер болғанда өткізгіш кедергісі қанша? Екінші есеп: суретте 3 өткізгіш үшін ток күшінің кернеуге тәуелділік графигі берілген. Әр қайсысының кедергісін анықтаңдар. Үшінші есеп: кедергілері 5 және 15 Ом болатын 2 өткізгіш үшін ток күшінің кернеуге тәуелділік графигін сызыңдар. Төртінші есеп: тізбектің бір нүктесінен екінші нүктесіне 120 кулон заряд тасымалдау үшін 8 минут ішінде 600 джоуль жұмыс атқарылды. Тізбектегі ток күші мен кернеуді анықтаңдар. Есептің дескрипторы: Ом заңын біледі және қолданады 1 балл. Кедергілерді салыстырады 1 балл. Ток күшінің кернеуге тәуелділік графигін сызады 2 балл. Ток күшін және электр кернеуін біледі және қолданады 2 балл.
Егерде есепті шығарып болсақ, дұрыс жауабымен салыстырайық. Жақсы. Үшінші тапсырма. Жинақтау. Электр тоғы қайда қолданылады? Оқушылар, сіздер қолдарыңыздағы ұялы телефондар арқылы мына сілтемеге өтіп, тапсырманы орындаңыздар. Дұрыс жауабы 1 балл. Міне Әмірхан жазып жатыр оқушылар. Телекоммуникацияда қолданылады. Өте жақсы, Әмірхан, жауабың. Алан жазыпты, ауыл шаруашылығында. Тағы да жазамыз ойларымызды. Ойланамыз, оқушылар. Малика жазыпты тұрмыста деп. Жарайсың, Малика. Жазамыз, ойланамыз. Айда жазыпты өнеркәсіпте. Өте дұрыс. Ойланайық. Сабина жазыпты өндірісте. Өте жақсы оқушылар. Жарайсыздар. Төртінші тапсырма. Бекіту тапсырмасы. Бұны да сілтеме арқылы ұялы телефондарыңыздан орындайсыздар. 1-де 3 дұрыс жауап 1 балл, 4-де 6 дұрыс жауап 2 баллмен есептеледі. Бірінші сұрақ. Кернеуді өлшейтін құралды ата. Вольтметр дұрыс жауабы. Тоқ күшін өлшейтін құралды ата. Дұрыс жауабы амперметр. Зарядтың өлшем бірлігі. Дұрыс жауабы кулон. Кедергіні өлшейтін құрал. Дұрыс жауабы 10 метр. Кернеудің өлшем бірлігі. Дұрыс жауабы вольт. Кедергінің өлшем бірлігі. Дұрыс жауабы ом. Өте жақсы оқушылар. Айда 6 балл, Сабина 6 балл, Аяна 6 балл, Ақерке 5 балл, Әмірхан 5 баллды алдыңыздар. Оқу тапсырмасын күнделіктерімізге жазып аламыз. Параграф 24, 104 пен 158 беттер арасында бақылау сұрақтары 1-де 5 сұрақ. 157 бетте, 17 жаттығу, шығармашылық тапсырма 158 бетте. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, сіздер сабақ барысында берілген бағалау парағындағы балдарды есептеңіздер. Жалпы барлық балымыз 10 балл болып есептеледі. Егер сіздің бағалау парағыңызда 4 пен 5 балл болса, қанағаттанарлық, 6 мен 7 балл болса, жақсы, 8 бен 10 балл болса, өте жақсы, бағалармен бағаландыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сабақ аяқталды.